Баршаңызға қайырлы күн, достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен іш майды ерітіп, осындай тоңмай жасайтын боламыз. Бұл табиғи, таза іш майлардың бірі. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл жерде жуып тазаланған іш май. Бұл майды қойдың құйрық майымен шатастырып жүрмеңіздер. Өйткені қойдың құйрық майы басқа, бұл іш май деген басқа болады. Енді мен құйрық майды осылай майдалап турап алып, массировкамен өткізсеңіздер де болады. Осылай майда етіп турап аламыз. Енді осы майды орташа және төмен отта осы майды ерітетін боламыз. Мен төмен отта еріттім. Осылай баяу отта қозғап отырып, жақсылап ерітіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл майда ешқандай ерітудің қиындығы жоқ. Осылай баяу отта ерітіп ала береміз. Мінекей еріп жатыр, майы шығып жатыр. Осылай майын шетінен ала берсеңіздер де болады. Мен қызарған соң аламын. Бұның шыжығында тастамаймыз. Ертең шыжығынан және шыжықтан күшті нәрселер көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Менің видеомды өткізіп алмау үшін тіркеліп кетіңіздер. Еріп болған соң, мен осылай сүзекімен ыдысымызға сүзіп алдым. Мінекей майымыз дайын болды. Майды 5-10 минут бөлме температурасына қойып қойсаңыздар, тез қатып қалады. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай майдың тоңған кезде осындай аппақ түске енеді. Енді осы майды пакетикке салып, мен тоңазғышта сақтайтын боламын. Бөлме температурасында да сақтасаңыздар болады. Бұл майды бауырсақ пісіргенде пісті маймен араластырып қосып жіберсеңіздер болады. Және қатпарлы самсаға да мен осыдан сары майдан қосқанша осыдан да кішкене қосып жіберемін. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.